Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Альбина. Бүгін сіздерге өте ерекше рецептпен бөліскім келіп отыр. Ерекшелігі бұл печенье пісірілген жұмыртқаның сарысынан дайындалады. Егер рецепт ұнайтын болса, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Ең алдымен бұл печеньенің қоспаларын дайындап алатын боламыз. Әрине, ең алдын ала пісірілген жұмыртқаның сарысы керек болады. Одан кейін ванилин керек болады. Сонымен қатар қант ұнтағы керек болады. Бөлме температурасындағы сары май және ұн керек болады. Ең алдымен шұңғыл ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды салып аламыз. Одан кейін қант ұнтағын салатын боламыз. Ванилинімізді саламыз. Және де пісірілген жұмыртқаның сарысын салатын боламыз. Ең алдымен осылай жұмыртқаның сарысын қолымызбен езіп аламыз, араластыруға ыңғайлы болу үшін. Соңында осылай жай-жайдан ұнымызды ақырындап салып, біркелкі масса шығаратын боламыз. Ұныңыздың барлығын бірден салып жібермеңіздер, себебі әр ұнның тығыздығы әртүрлі. Аз-аздап ақырындап салып, қолға жабыспайтын, бірақ майлы болып тұратын печеньені илейтін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осындай қолға жабыспайтын біркелкі масса шығады. Осылай ыдысымызға басып дайындап қоямыз. Осы тестадан өзімізге қажетті дөңгелек қылып, шар тәрізді етіп, печеньенің формасын шығарып алатын боламыз. Печеньеміз піскенше, печеньенің сыртын әрлеуге керекті қоспаларды дайындап аламыз. Осындай кондитерский мешок немесе кәдімгі пакетиктің ішіне осындай шоколадты салып, бөліп салып аламыз. Кружканың ішіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, ішіне осы мешочегімізді салатын боламыз. Сол кезде шоколадымыз өзі тез әрі біркелкі болып еритін болады. Немесе водяной баня дейміз. Сол жерде де шоколадты ерітуге болады. Шоколадтың толық ерігенін қолымыздың көмегімен білуге болады. Егер ішінде түйіршіктер болатын болса, қайтадан стаканның ішіне салып қойып, толық ерігенше қойып қойыңыздар. Печеньемізді пісіріп аламыз және суытып қоямыз. Печеньемізді әрлеуге осындай әр магазинде сататын кукурузный осындай хлопьяны алып, оқтаудың көмегімен ұнтақтап аламыз және жаңағы ерітілген шоколадымыз ыдысқа салып аламыз. Печеньемізді алып, ең алдымен шоколадқа салып аламыз. Толығымен бүкіл жерін жауып тұру керек. Және де жаңағы ұнтақтың үстіне салып, қолымыздың көмегімен бүкіл жерге жабысатындай қылдырып, айналдырып, бірнеше рет айналдырып шығамыз. Осындай әп-әдемі печенье шығады. Егер шоколадыңыз қою болса, онда сұйық май қосып, кішкене сұйықтап алуға болады. 1-2 ас қасық сұйық май қоссаңыздар жеткілікті. Барлық печеньені осылай әрлеп аламыз да, 1-2 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Соңында осындай әп-әдемі әрі дәмді печенье болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.